Так, сонымен біз уже екінші бөлімнің соңына да келіп жеттік. 8-ші күннің сабағы, 8-ші күн екінші бөлімнің соңғы сабағы. Бұл 8-ші күнде берілетін тоже екі-ақ триггер бар. Ол біріншісі социальное доказательство, екіншісі адамдардың енді сіздің курсты қылқан триггер. Бұл жерде біз не айтамыз? Бұл жерде біз білесіздер, мен алдыңғы сабақтар айтқандай заявка қалдыруға адамдарға мүмкіндік беруіміз керек. Форма қалдырсаңыздар болады, немесе окошко қалдырсаңыздар болады. И 8-ші күні сіздер просто сол адамдардың қанша адам заявка қалдырғанын көрсетесіздер. Мысалға мен айттым, менде барлығы 150 орын ғана, бірақ 364 адам заявка қалдырыпты. Яғни там заявка қалдырғандар орын санынан 2 есе көп деген. Яғни там ажиотаж тұр ол жерде, барлығы алғысы келеді, бірақ мен 150 ғана орынды берем. Так что прям дайын болыңыздар керек. Яғни адамдардың барлығы менің ұсынысымды күтіп жүргенін көрсетемін. Әлеуметтік дәлелдеу деп аталады. Одан кейін барып қарапайым біздің күнделікті қолданып жүрген нәрсе скриндар. Яғни барлық адамдар сіздер сообщенияларыңыздың курсты күтіп жүрген скриндарын көрсетесіздер. Одан бөлек бұл жерде бағана айтқандай алдыңғы элементтер болуы қажет, міндетті түрде. И бізде уже келесі сабақтан бастап экспресс схема басталады. Яғни уже кішкене намного фокусты прям қаттырақ бөлетін, прям қаттырақ жұмыс жасайтын этаптар келеді. Бұл экспресс схема бөлімдері.